Матай орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесі Смарт бала жобасы. Жобаның мақсаты оқушылардың заманауи IT технологиялар мен жасанды интеллект саласындағы біліктіліктерін заман сұранысына сай дамыту. Біздің мақсатымыз тек қана қолданушы емес, жаңа цифрлық өнімдерді жасаушы смарт ұрпақты тәрбиелеу. Біздің міндеттеріміз Python және жаңа буын тілдерінде бағдарламау дағдыларын қалыптастыру, интеллектуалды роботтарды құрастыру және басқару жүйелерін меңгеру, жасанды интеллект пен машиналық оқыту алгоритмдерін түсіну. Жобаны іске асырудың 3 негізгі қадамы. Бірінші қадам – ол дайындық жұмысы. Мақсатты топты анықтау және диагностика, бақылау, сауалнама, тест тапсырмалары платформада практикалық жұмыстарда жасалынады. Екінші кезеңіміз ол біздің негізгі бөлімі. Алгоритмдік ойлау, ақпаратты талдау, логикалық тапсырмалар. Үшінші кезеңіміз қорытынды кезеңі. Оқушылардың сыни тұрғыдан ойлау деңгейі артқаны байқалады. Информатика сабағында платформаларда практикалық жұмыстарды еркін жасайды.